Ақшам шерифлеріңіз хайырлы олсын. Бүгін базар әртесі күні ве Қырым ишғалінің 1060 күні кешмекте. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдыке эфирімізде бөйле хаберлер. Путин балаларны evlerine қайтар. Дүния Русия тәжавузына қаршыдыр. Геть оккупантів! Трампның антындан соң дүнияда миллионларнен наразылық акциялар кечті. Мен бұл соқақларда Гитлерні дуям. Порошенко Чубаровға орден тақдим етті. За значний особистий внесок у державне будівництво. Украина президенті ишғал етілген топрақларны кімсеге бермейджек. Бұл ақта Петро Порошенко бірлік күннің қайды түлегі вақтында білдірген. Президент Омюр Аркадашинян берабер өлдірілген небесная сотня қарамаларны анды. Мета Росії не є Донецк чи Луганськ. Русияның мақсады тек Донецк яда Луганск дегіл, Русияның мақсады бүтін Украина. Тек Қырым яда Ақяр дегіл. Мен президент оларақ мүмкін алған бүтін қануни ұсулар еле девлетіміздің бозылығына қаршылық білдіредем. Спробам дестабилизувати нашу країну. Рифат Чубаров азатлық унванына наил олды. Украина бірлігі күні черчевесінде Украина президенті Петро Порошенко Украина халық депутаты ве Меджлис рейсіні хайырлады. Чубаровның фікіріне көре, бүгін ең мұйым меселе Украинаның яныдан бірлішігі ве ишғал етілген топрақларының азат етілівідір. Девлет құрылышына айры иссе қошқаны илми, техники, медени ве тасил ингишафы үшін Украина жемиетінің пекетмесі ве еллар девамында инсафлы иш япқанындан себеп Чубаров Рифат Абдурахманович азатлық унванына наилола. Я приймаю цю нагороду. Мен бұл мұкефатыны Украинада юзлерже ве юзбинлерже яшаған ватандашларына Қырым-татар Украиналы башқа миллет темсилчилеріне олған миннетдарлығы оларақ қабыл етем. Қырымда яшағанлары Украина девлетіне садық қалып, шерефінде яшамақталар. Бойле парлақ күнінде бізнен берабер Ахтем Чигос, Али Асанов, Мустафа Дегерменже, яқын достым Микола Семена ве юзлерже башқа саяси мәбіслерінің бұлынғаны үшін әрше япаджам. Пасе президент муавинлерінден бірісі Мустафа Джемилевнің сабық меслячысы Георгий Лагвинский олды. Авропа Шурасының парламент ассамблеясындaki қыш сессия черчевесінде Меджлис марузаны тақдим етежек ола. Қырым адалетні сорай, қинаф, зорбалы, ғайып олывлар, сессий тақыплер. Наша задача защитить этот доклад. Мақсадымыз бұл марузаны қорчаламақ. Бізде да глобаль вазифеміз бар. Русиядан санкцияларының лягу етмесіне ел бермемек. Чүнки паселе санкциялар лягу етілсе, дигер девлетлер де санкцияларны лягу етмеге башлайжақлар. Бұл Путиннің планы олacak. Халқара ақның қаба бұзылуы үшін жазаланмасы. Паседе сөзге шыққанларындан ұқық құрыйжы Ольга Скрипник, Қырымда диверсант оларақ адlandырылған Пановның ағасы Евгений Костелянец, Меджлис азасы Ескендер Бариев ве адвокат Николай Полозов бар еді. Полозовның айтқанына көре, оз чықышы девамында о Меджлис рейс муавинлері Чигос ве Умеровның қабатлавлары ақында лаф етіп, тақип еткен адвокатлар ақында да хабер берген. В целом поднимались вопросы, которые, безусловно, затрагивают проблематику Крыма. Это прежде всего похищение, убийство людей в Крыму. Основной посыл – это то, что освободить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России и в Крыму, можно только одним путем. Это оказание давления, внешнеполитического давления на российскую власть, на Кремль, на Путина. Авропа Шурасының парламент ассамблеясында Русия векіллері иштирак етмейжеклер. Бұл ақта юқары Шурасының бірінші спикер муавины Ирина Геращенко білдірді. Путин «Верни детей домой» бойле шар алтында дүнияның 50 мемлекетінде Русия тежавузына қаршы акциялар кечті. Украинлилер Путин Украинада женкні тоқтат акция черчевесінде үшінші кере шерлер соғықларына шыққалар. Акцияда бізім журналистлеріміз де болынды. Геть оккупантів! Геть оккупантів!
Кировограддан келген зираатчы, Анкарадан келген Кырым татары, Оджапче вида юзге якын инсанлар мустақилик мейданында топландылар. Олар Русия кимиятыны Украинаға қаршы япқан агрессияны тоқтатылмасы чағырдылар. Мен девлетімізге лақай дегілім. Бүтін дүнияға әр күн, әр даққа бізде женг девам еткені ақында. Топрағымыз, милетіміз, кележағымызны қорума керек олғаныны айтып тұрма керек. Мен Украйналым, мен de serbest olacağımızı isteyim. Tabii Kırım bizim için daha önemli tabii. Ukrayna'daki iç savaşın bitmesi, özellikle bu Donetsk bölgesindeki en çok bizleri sevindirecek. Bu üçüncü bütün dünya stop Putin, stop vayna tedbiri. Olarını emde Rusya'nın uç yerinde geçirdiler. Akция iştirakçılarının ellerinde milli bayrak ve plakatlar. Onların üstünde siyasi mobislerinin resimleri ve Putin'e agresyanı toxtatması, silahlı çıkarması ve Kırım Yarımadası'nı azat etmesi hakkında yazılgandır. Putin'e karşı çıkıp hapishanege düşme tehlikesi altında olganına bakmadan korkuzuğa karşı çıkan insanlar bizde Rusya'da herkes vatnik değil, daha akıl kalganını isbatlayabilirler. Tek öyle aksiyanın iş devam eder. İlk evvela maksadımız siyasi mobislerini kurtarmak. Bu her vakit yapılacak talep ve hatırlatuf. Birinci aksiya Rusya karşı Avrupa Birliği kirsetken sanksiyalarını devam etmeye tesir etti. İkinci aksiyadan son OBSE'de büyük reaksiya geçti. İşgal etilgen toprakta daimi OBSE nezareti isteyimiz. Aksiyanın esas maksadı bütün dünyada Rusya'ya nispeten olgan baskını kuvvetleştirmek ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışıklığını kayıtmaktan ibarettir. Teşkilatçılarının bildirgenine göre Rusya agresiyadan zarar görgen Ukraynalıların sayısı 10.000'e kadar artkandır. Lidia Polyanskaya, Asan Eminov, Zaman, ATR. Böyle bir şey hiç bir zaman olmadı. Trump'nın inaugurasyasından bir gün geçken son, Amerika şehirlerinin sokaklarına 2 milyonga yakın narazıcı çıktı. Washington'daki kadınlar marşına binlerce insan çıktı. Fakat Donald Trump açıklanganını göstermeyi. Bütün ştatlardan kadınlar marşına binlerce insan geldi. Olar için Trump nefret duygusu ve kadınlarga hürmetsizlikinin temsilcisi oldu. Olar ona karşı çıktılar. Şarlarının çıkısında Trump tarafından birkaç kere Hillary Clinton'a yollanılgan ibare, yani çirkin kadın sözler yazılgan idi. İnternette inauguratsiya vaqtında Trump ve Obama'nın kendi ömür arkadaşlarına olgan münasebetini kıyasladılar. Barack Obama Beyaz Sarayga birinci kere kelgen vaqtında limuzinden çıkıp ona Michelle kelgenine onu bekleydi. Bundan son olar ikisi kapı aldına köterilgen ediler. Aynı vaziyetke uğragan Melania Trump akayının peşinden onu yetişmege mecbur oldu. Yıldızlarının iştiragı marşka itibarını koştu. Scarlett Johansson bildirgenine göre Trump'a rey bermese de onun seçilgenine hürmet göstere. Ona destek göstermege istey, lakin ilk evvela Trump'tan ona ve yakınlarına kol tutkanına çağıra. Hareketleriniz için ileriye değil, geriye ketken devletinde osebilecek kızıma destek gösterin. O Ivanka kızınız gibi vücut ve geleceğinin emir etip olamaz. Aktrisa Ashley Judd Amerika sokaklarında Hitler'ini gördü. Şeytanlarının tirilemesi hakkında bilmeydim, lakin men bu sokaklarda Hitler'ini duyam. Ama mıyıklar yerine parik. En hücur ve unutulmaz çıkış Madonna'nın çıkışı oldu. CNN onun ifadeli, kuvvetli ve soğunçlu sözlerinden sebep yayınlavında sesini almağa mecbur oldu. Bizim marşımız bir şeyge getirmeyecek dep düşüngen düşmanlarımızga men böylece aytmak isteyim. Marş iştirakçılarını Trump tarafından teklif etilgen siyasi denişmeler korkuza. Yani bedava aile merkezlerinin kapatması, tıbbi sigortasının lağu etmesi, migrantlarının sürgün etuvu, Meksika ile sınırında divarının kuruluşu. Aynı zamanda narazılıklar Sidney, Londra, Parиж, Bratislava, Barcelona, Prishtin, Tiflis ve Praga'da geçti.
Дональд Трамп есе наразылық далғаға Твиттер вастасынен жауап берген. Біріншіден, о мешур адамларыны теңқит етіп, умуми ішіне зарар кетірмесі ақта yazған. Бұндан соң Твиттерде барышық наразылықлар демократиямызның фарқ етежі әлеметідір. Әр заман разы олмасам да инсанларының ифаде ету фақларыны қабул етем деп yazған. Роман Спиридонов, Муслим Умеров, Заман, АТР. Астанада Суриядагы вазиятның чезілмесі бойынша музакерелер башланды. Казахстан тышышлары назирлігі берген малюматқа көре, музакерелерде Сурие мухалифеті, Русия, Түркия, Иран, Америка Қошма штатлары темсилчилері болундылар. Олар арасында Бірлешкен Миллетлер тешкілятында Сурия бойынша махсус темсилчisi Эндрю де Мистура бар. Құрышев мақсада атеш тоқтатылуының тайынленмесі, ислам девлетінден келмеге разы олған селялы тақымларының айрылығы ве Астанада терроризмле күрешінде избірлік. И налаживание совместных позиций. Суриялилер Астанада музакерелерінің муафақиетіне инанмайлар. Оларының фікірінше аятлары халқыра саясетінде муимдегіл. Астанадаки музакерелер бұл садыжы да бір музакередір. Бұл садыжы шоу. Бұның құрбаны есе Сурия халқы олды. Әркес әм Русия, әм Иран, әм де Түркия бізнен тижарет етелер. Сурия халқы есе бұның құрбаны олды. Аяз деде қалпағы Киевде Қырым-татар тілінде олған елбаш масалыны тақдим еткенлер. Муэлиф Қырымдан көчіп келген 17 яшлы Бекир Аблаевдар. Тәфсилатлыжа Эльвина Сидбулаева біле. Санада мили урбай тейген балалар әлерінде Аяз дедеден келген мектупны тұталар. Қара-қарлечеу оның қалпағыны қырсызлады. Аяз деде оны тапмақны рича еті, тапқан соны балалармен көріше білечек екен. Балачықлар әрерде қалпақны қыдыралар, ел бойы олар орман бекчесі ве қоба қарауылны рас кетірелер. Олар кечірмеге азырлар, амма бұны тапмажаларны чезіп, ресімлеріні сызып ве ойын төшіген сон япып олачақлар. Тілімізні огренмеге тырышамыз, ерве шырлеріні әзберден білеміз. Bayram, yani geldi bayram başış getirdi. Kış bayramı gelgenine erbalar kuvanalar. Дети начинают изучать. Балаларымыз Киевде тілімізні огренмеге башладылар. Мында Қырым авасы мевджут, өзімізні санки evde olğanımız кыбы исетеміз. Неде güzel narıtımız bakan kızlar hamaşa Emil Ahmet endişelim etrafında dolaşa. Масалның муэлифі Қырымдан көчкен 17 yaşındaki Бекир Аблаев. Уникальность этой сказки вообще... Масалны тешкил етіп, Киевде яшаған Қырым-татар қорынталарыны бірлештірмеге тырыштық. Санада Қырым айлесі Тербиев мерkezінің балалары қатнашты. Оларға анда ана тіліні, нағме ве ойынларына өгретелер. Мы хотим так, чтобы дети... Балалар иджади тарафтан инкишаф еткенini isteyimiz. Vatandan uzakta yaşagan babalar mында милли üslüpteki masallarda iştirak etmek gerekler. Ставит представление. Тедбір екінлеген сон балаларға бақшышлар тақдим еттілер ве фотоға чектілер. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Бұл бізім сонки хаберіміз еді, бізілер елі олыңыз көрішкенже.